Армысыздар, бүгін Қаратау өнер мектебіндеміз. Шаңырақ отбасы институтының тіркеуіндегі әкелерге арналған бүгінгі мастер-классымызды Қожабек ағамыз өте жоғары деңгейде өткізіп берді. Бұл әкелерімізге деген үлкен қамқорлық. Өмірде өз жолын тауып, кәсіп үйреніп, балаларының ризығын кәсіп арқылы тапсын деген ізгі ниет. Бүгінгі шарадағы мақсатымыз әкелерді еңбекке баулу, ол кісілерді қоғамға араластыру арқылы өмірге деген құлшыныстарын арттыру. Қожабек ағаның шеберханасына келдім, жұмысын көрдім, істеген өнерлерін көріп ырза болдым, тәнті болып. Мықты бәрі жақсы. Мен деген келіп тұрам деген ойдам, келіп жұмыс үйреніп, қол өнері үйреніп, кішкене жұмыс үйренсек, сонда Қожабек ағаға рахмет, осындай өнер үйретем деп атқанына. Бүгін мынау Қаратау өнер мектебіне келіп отырмыз. Осындағы ағаш ұстасы шебер Қожабек мырзаның осында мастер-классы өтіп жатыр. Біз бүгін жоспар бойынша әкелер мектебінің кезекті бағытын өткізіп отырмыз. Бұл жерде ағаш өнімдерін жасау бойынша мастер-класс ұйымдастырдық. Осы мастер-классқа біздің Шаңырақ орталығына тіркелген әкелер ұлдарымен бірге, сосын мүмкіндігі шектеулі жандар қатысса екен деген ниетпен ұйымдастырып отырмыз. Жұмыссыз жүрген, өмірде бір қиындықтарға ұшырап жүрген кісілерге балық берме, қармақ бер деген принцип бойынша осы кәсіпті үйренсе екен деген ниетпен ұйымдастырдық осы мастер-классты. Осы мастер-классты ұйымдастыруда атсалысып отырған ізгілікке жарысайық қорының ұжымына алғысымды білдіремін. Қожабек ұстаға алғысымды білдіремін. Енді бүгін Айбек деген жігітіміз келіп қатысып отыр. Осы шеберлік сағатынан өтіп, Құдай қаласа келешекте осындай кәсіпті меңгеріп, үйде отырып табыс табуды үйрене берсін деп тілейміз. Осындай жақсы игі істер көп бола берсін. Міне бүгін біздің ұйымдастырған шарамыз сәтті өтті. Біздермен бірге болыңыздар.